Көк шай жай ғана сусын емес, денсаулыққа пайдасы мол табиғи антиоксидант. Оның құрамында катехин деген ерекше зат бар. Ол ағзаны ерте қартаюдан қорғайды, жасушалардың зақымдануын тежейді және иммунитетті күшейтеді. Сонымен қатар көк шай артық майды ертуге көмектесіп, зат алмасуды жылдамдатады. Сол себепті арықтағысы келетіндер үшін де таптырмас көмекші. Мұның құрамындағы элеутианин мен кофеин ми қызметін жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады. Әрі сергектік береді, бірақ кофе сияқты жүрекке салмақ түсірмейді. Көк шай жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алады, қандағы қант пен холестеринді реттейді. Сонымен бірге бауырды тазартуға, бүйрек жұмысын жақсартуға ықпал етеді. Оны күнде таңертең немесе түстен кейін ішу пайдалы, бірақ аш қарынға ішпеу керек. Асқазан қышқылын көбейтіп жібереді. Ең дұрысы көк шайды ыстық емес, жылы күйде ішу, ал қайнату температурасын 80 градус шамасында болғаны абзал. Көп қайнатылған, ашып кеткен көк шайдың пайдасынан зияны көп екенін ұмытпа. Егер көк шайды дұрыс әрі уақытында ішсең, ол шын мәнінде ішкі ағзаның тазалығын сақтайтын табиғи ем болады. Көк шайдың пайдасы тек арықтау немесе сергектікпен шектелмейді. Ол бүкіл ағзаның жұмысын жақсартады. Қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын бір қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Асқазандағы ауырлықты басып, ішектегі шлактар мен улы қалдықтарды шығаруға көмектеседі. Тіпті кей зерттеулерде көк шай құрамындағы антиоксиданттар қатерлі ісік жасушаларының өсуін бәсеңдететін әсері бар екені анықталған. Көк шай ішкеннен кейін теріде тазара түседі. Себебі ол ағзадағы қабыну мен артық токсиндерді сыртқа шығарады. Алайда оны күнде литрлеп ішуге болмайды. Күніне 2-3 кесе жеткілікті. Оған лимон қоссаңыз, С дәруменінің сіңуі артады. Ал бал қосу иммунитетке әсерін күшейтеді. Бірақ балды қайнаған суға емес, жылы шайға ғана қосу керек. Көк шай табиғаттың ең мықты тазартқышы, әрі күшті қалқан тәрізді. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.